Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер. Қазақ әдебиеті пәні бойынша онлайн сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен парасат пайымы деп аталатын бөлімдегі Ораз ақын Асқардың өмірімен, шығармашылығымен таныс боламыз. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын, бүгінгі сабақтың мақсаттарына тоқталып кетсек. Бүгін біз сіздермен қазақ әдебиетіндегі ұлттық құндылықтардың әлемдегі орнын анықтауымыз және бағалаймыз. Ұлттық құндылықтардың маңыздылығын контексттермен үндестіреміз. Яғни осы мақсатқа жету үшін алдағы берілген тапсырмаларды жақсы меңгеріп алуымыз керек. Ораз ақын Асқар. Ораз ақын Асқар 1935 жылы 16 мамырда Шығыс Түркістан өлкесінің Іле аймағына қарасты Мөки Қаратас деген жерде дүниеге келген. Бастауыш білімді Сарыбұлақ мектебінен алып, Құлжа қаласындағы білім жұрты деп аталатын гимназияда оқыған. 1951 жылы Ірімші қаласында ашылған Ұлттар институтының тіл және әдебиет факультетіне түсіп, оның екінші курсын аяқтағаннан кейін Шыңжаң газеті редакциясына қызметке тұрады. Бұл жылдары ол газетке және Шұғыла журналына өлеңдерін жиі жариялай бастайды. Ораз ақын Асқар Құлжа қаласындағы білім жұрты деп аталатын гимназияда оқып, кейін Ірімші қаласында ашылған Ұлттар институтында тіл және әдебиет факультетіне түсіп, сол жерде оқып жүрген кезінде, яғни екінші курсында аяқтағаннан кейін Шыңжаң газетінде қызмет атқарған болатын. 1955 жылы атамекені Қазақстанға көшіп келіп, 1961 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін бітіріп шығады. 1955 жылы жарық көрген Қос жүрек атты жас ақындардың ұжымдық жинағына өлеңдері енген. 1961 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін бітіріп алады. Кейін 1955 жылы Қос жүрек атты ақындардың ұжымдық жинағында өлеңдері енген. Біраз жыл Қазақ КСР ғылым академиясының Шоқан Уәлиханов атындағы тарих, этнография, археология институтында кіші ғылыми қызметкер, одан кейін Қазақстан жазушылар одағының көркем әдебиеті насихаттау бюросының нұсқаушысы, Республикалық кітап палатасында бөлім меңгерушісі, Жалын баспасында аға директор болған. Қазақтың қара өлеңін жинап 2 томын бастырған. Балауса баспасында әдеби мұра бағдарламасына орай әлем балалар әдебиетінде қазақ тілінде 50 томдығын шығару жұмысына атсалысады. Және де Қазақстан жазушылар бюросының нұсқаушысы болып, кейін жазушылар одағының көркем әдебиетті насихаттау бойынша палатаның бөлім меңгерушісі болып жұмыс атқарады. Жалын баспасының бас редакторы болған. Әдеби мұра бағдарламасына орай әлем балалар әдебиетіні деп аталатын шығарылымдары басылып шыққан болатын. 1996 жылдан бастап Қазақстан жазушылар одағы басқармасының мүшесі болып, кейін халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты атағын алған. Ерен еңбегі үшін тәуелсіздіктің 10 жылында медальдармен марапатталған. Мұқағали атындағы сыйлықтың иегері, Панфилов ауданының құрметті азаматы. 1996 жылы Қазақстан жазушылар одағы басқармасының мүшесі болған. Кейін халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты болып, ерен еңбегі үшін тәуелсіздіктің 10 жылдығына орай медальмен марапатталған болатын. Тұңғыш шығармасы
жинағы 1964 жылы, мейірім 1969, күнги 1975, ләйлә 1977, көкорай 1979, балқарағай 1981, сәулет, таудай бол, керімсал, бар көрнеу, орбұлақ, тәуелсіздік тартуы атты жинақтарды жарыққа шығарып, Асқар қазақтың қара өлең түрлерін ұзақ жылдар бойы ел ішінде жинап, 20 жылдық еңбекті бір кітабында жариялаған. Яғни қара өлең деп аталатын жинағы 1989 және 1997 жылы жарық көрген еді. Одан бөлек сәулет деп аталатын жинағы 1984, таудай бол 1984, бел жайлау 1985 жылы және өркеш 1987 жылы, тәуелсіздік тартулары 2001 жылы атты жинақтары жарық көрген. Асқар қазақтың қара өлеңін түрлерін ұзақ жылдар бойы зерттеген. Шығармашылығына келетін болсақ, тұңғыш өлеңдер жинағы 1964 жылы, мейірім өлеңдер жинағы 1975 жылы, ләйлә өлеңдер жинағы жалын баспасына шыққан 1977 жылы, көкорай өлеңдер жинағы жалын 1979 жылы, сәулет, бел жайлау, Россия большим деп аталатын орыс тілінде де жазылған шығармалары біраз, таудай бол, одан бөлек көкорай 1979 жылы, ал сәулет деп аталатын шығармасы өлеңдер мен поэмалары 1984 жылы жарық көрген болатын. Одан бөлек орыс тілінде де біршама шығармалары бізге кездеседі. Одан бөлек тұңғыш деп аталатын өлеңдер жинағы 1964 жылы жарық көріп басылып шыққан болатын. Ораз ақын Асқар соның әдебиет тану саласына өзінің үлесін қосқан тұлғалардың бірі деп атасақ та болады. Ол осылардың ішіндегі керемет туындылардың иесі деп айтсақ та болады. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сабақ сіздерге ұнады деген ойдамын. Келесі сабағымызға дейін өздеріңізді шыңдап, білім нәрімен сусындатып, берілген тапсырмаларды қайталап, міндетті түрде кері байланысқа шығуларыңызды сұраймын. Сабақ сіздерге ұнады деген ойдамын. Келесі сабаққа дейін сау саламатта болыңыздар.